Сәлеметсіз бе білім алушы? Біздің бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы етістік және оның түрлері. Етістік анықтамасы заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Мысалы: отырды, жүрді, айтты, тағы да басқа. Етістік құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір ғана сөзден тұрады. Мысалы: оқы, жаз, кел, баста, ұшта. Ал күрделі етістік екі түбірдің тіркесуінен немесе бірігуінен жасалған сөздер. Мысалы: оқып отыр, жазып бер, келе жатыр, әпер, әкел. Етістік тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі етістік сөздің түбірі етістік тұлғасында жасалған сөздер. Мысалы: барды, жүгірді, айтты. Байқадыңыз ба? Сөздің түбірі не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтың біріне жауап беретін болса, онда бұндай сөздерді біз негізгі етістік деп атаймыз. Етістіктің тұлғасына қарай бөлінгендегі екінші түрі бұл туынды етістік. Туынды етістік басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы: биле, түбірі би, зат есім, оған жалғанған қосымша арқылы бұл етістікке айналып тұр. Баста, бас түбірі, бұл зат есім, оған жалғанған қосымша арқылы бұл да етістікке айналып тұр. Сырлас, түбірі сыр, зат есім, оған жалғанған қосымша арқылы бұл да етістікке айналып тұр. Байқадыңыз ба? Түбірі басқа сөз табынан болып, алайда оған жалғанған қосымша арқылы ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтың біріне жауап беретін болса, бұнда бұндай етістік туынды етістік деп аталады. Етістік болымды, болымсыз болып екіге бөлінеді. Болымды етістік істің болғанын немесе болатынын білдіреді. Мысалы: кел, жасыр, ойнады. Болымсыз етістік істің болмағанын немесе болмайтынын білдіреді. Жұрнақтары: ма, ме, ба, бе, па, пе. Көмекші сөздер: жоқ, емес. Мысалы: айтқан жоқ, көрген емес, айтпады. Етістіктің келесі түрі сабақты және де салт етістік. Біз дәл осы салт, сабақты етістіктерді бір-бірінен жақсы ажырату үшін бірінші кезекте табыс септігін жақсылап есте түсіруіміз керек. Табыс септігінің сұрағы кімді, нені, оның жалғаулары д, т, т, т. Ал енді салт етістік осы табыс септігін қажет етпейді. Мысалы: үйге кел, тысқа шық. Яғни салт адам деп жатамыз, өзі жалғыз жүретін. Бұл салт етістік те дәл солай, табыс септігін қажет етпейді. Мен өзім осылай есте сақтап алған болатынмын. Ал сабақты етістік керісінше табыс септігін қажет етеді. Дәлірек айтсақ, табыс септігімен сабақтасады. Мысалы: хатты оқы, нені оқы, хатты оқы. Ақшаны сана, нені сана, ақшаны сана. Міне, көрдіңіз бе? Дәл осылай табыс септігін қажет ететін етістіктің түрін біз сабақты етістік деп атаймыз. Міне, жалпы етістіктің түрлері осындай. Назарларыңызға рахмет.